Сапасыз аяқ киім салдарынан адам 12 түрлі кеселге душар болуы мүмкін. Жасанды терден тігілгендері буын, аллергиялық ауруларға шалдықтырады. Мамандар сөйдейді. Жақын күндері Таразда таза былғарыдан тігілген Беларусь аяқ киімдерінің жәрмеңкесі өтпек. Онан аса өңірде болып, көптің көңілінен шыққан жәрмеңке өнімінің сапасы мен бағасын тілші біліп қайтқан еді. Сюжет көріңіз. Бүгінде сауда орындары көз тартатын аяқ киімдерге толы. Алайда кейде олардың сапасы мен бағасы сай келмей жатады. Ал Беларусь елі өндірген аяқ киімдердің сапасы мен бағасы қолжетімді. Небәрі 3500 теңгеден басталады. Қалаған сомаңызда таза былғарыны таба аласыз. Жәрмеңке 17-27 наурыз күндері аралығында ұйымдастырылмақ. Не упустите возможность приобрести качественную. Мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Мұнда сіз қолжетімді бағада кез келген аяқ киімді таба аласыз. Айта кетейін, жақында күздік аяқ киімдер легі де келеді. Сіздерді сағат 9:00 мен 19:00 аралығында күтеміз. 600-ге жуық әйелдер, ерлер, сонымен қатар жылдың 4 мезгіліне арналған аяқ киімдер де бар. Жәрмеңке Мөлдір Бұлақ мейрамханасы Төле би даңғылы 89Г мекен жайында өтеді. Сапалы аяқ киім іздеген тұрғындар үшін есік әрдайым ашық дейді жәрмеңке ұйымдастырушылары. Ардана Жарылқасын, Аңсар Тілепбергенов, Аймақ.